Шексіз сезім. Әке. Өзің білесің, бүгін апамның басына келдім. Айыпқа бұйырмассың деп ойлайым. Кеше тағы да балаларға сенің тәттіңді әзірледім, Шахесте ханым. Таласып жеді. Тамсанып тұрып жеді, көрсең ғой. Бірақ сенің істегеніңе жетпейді әрине. Апа, сені сағынам. Жыламайым. Жыламайым, уәде. Қашан берген уәдеңде тұрып едің? Бұл жолы да тұрмадың. Енді мені көріп тұратын боласың. Бұдан бұлай, саған 1 минутымды да қимаймын. Осы уақытқа дейін саған үндемей келдік. Жетер. Ақылдан адасқан екенсің. Не деп тұрғаныңды да білмейсің. Түсіну дегеннен қалыпсың. Осы күнге дейін менің арқамда күн көріп жүрсің. Менің бақытсыздығымды көру үшін ғана іргемізде тұрып жатсың. Бірақ ештеңе істей алмадың. Күйеуімді, бақытымды тартып ала алмадың. Сорлы екенсің. Мені аяп, мүсіркегенше өзіңді аясаңшы. Өзің сорлысың. Алдымен түріңе бір қарасаңшы. Саған қарағанда апамның басына орнатқан тасы әлде қайда қайырлы. Менен алатын ештеңең жоқ, Вилдан. Ала да алмайсың. Сенің менен артық жанашырың да жоқ. Менімен ұстасып, өштеспесең жүре алмайсың. Вилдан. Екеуіңді де жек көрем. Екеуіңді де. Лейла, сен менің жанымсың, жүрегімсің. Атымды атама. Сен менің ешкімім демессің. Ата жау, дұшпанымсың бұдан бұлай. Өндер мырза, келгеніңіз үшін көп рахмет. Оқасы жоқ. Не айтайын деп едіңіз? Айыпқа бұйырмаңыз, енді әңгіменің төтесін айтайын. Бүгін уақытым өте тығыз. Жоқ, әлбетте түсінем. Мен де айтарымды тезірек айтып ауыртпашылықтан құтылсам деймін. Ниханның алғашқы кесілген шашы. Әлі сақтап жүрмін. Шашын кестіргенде бақырып жылап еді. Қасында тұрсақта. Апасы Вилдан Шаштараздың жер-жебіріне жетіп еді. Ниханды жылатпасаң, нең кетер еді деп еді. Содан соң бір кезде Нихан жылағанын саптыйды.
Сондағы жұмыс істейтіндерді аяқ кеткен болу керек. Çalışanların durumunu... Солармен ойнай жөнелді. Onlarla Кесілген әрбір тұтам шашын. Сол жердегі birkaçtan birer tanesine oradaki çalışanlar... жұмыскерлерге сыйлық ретінде үлестірді. Ve dedi ki... Кешкісін үйлеріңе барғанда суға салып қойсаңдар өсет деп қояды. Ниханның мінезі маған тартқан. Шешесі қатыгездеу адам. Естуімше сізді бетіңізден алған сияқты. Маған мұның бәрін неге айтып отырсыз? Ниханмен жүргеніңізді енді білдім. Ұмытылып келмеске кеткен шығар. Жас кезде не болмайды дейсіз. Бірақ адамды ренжітуге болмайды. Başka. Ол ұмытылмайды. Әйелім сізге дөрекілік көрсетіпті. Жай ғана дөрекілік пе? Yaşam... Сіз де бір кісідей азап шегіпсіз. Тектен текке үміттеніп, үмітіңіз ақталмаған сияқты. Ол аз болғандай әйелім сізге мінез көрсетіпті. Кешірім өтінем. Өндір мырза, алыстан орағытудың қажеті жоқ. Қызыма жоламай жүр демекшісіз бе? Жоқ, ондай адам емес екеніңізді білем ғой. Мені мүлдем танымайсыз ғой. Әлденені сылтау етіп қызымның мазасын алатындай ақымақ емес екеніңізді білем. Әмір көз жоғылына қарсы келмейтініңізді білем. Олай болмаса ше. Ендеше, өткен өміріне есесі кеткен кекшіл адам болар едіңіз. Тіпті, өле алмай жүрген адамның қылығын істеген болар едіңіз. Тыңдаңызшы, сізді мұнда ескерту жасау үшін шақырғам жоқ, әйелім үшін кешірім сұрайым. Бұрындан мінезі шәркез адам. Кешіруіңізді өтінем. Өндір мырза, кешіру үшін әуелі не болғанын білу керек. Баяғыда болған нәрсе үшін қайта-қайта мазамдалмаңыздар. Өйткені сізге керек адам мен емеспін. Қажет болып бара жатса, мәселеңізді қызыңызбен ақылдасып шешіңіз. Өткенді қазбалап жүрген мен емес, қызыңыз. Не туралы сөйлесулерің мүмкін? Кеше түнде қайда болдың, Әмір? Қайда болғанымды білесің ғой. Мен әйеліңе ұқсамайым. Жақсы екен. Мен де Ниханды көргім келіп, құмартып тұрған жоқпын. Менің кім екенімді әлі білмейсің ғой, Әмір көз шоқлы. Кіріңіз. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Фатихпын. Есімім Зейнеп. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Есімім Озан. Сізді бұрын бір жерде көрген сияқтымын. Әттең, сізді бір көрсем ұмытпас едім. Бірақ менің егізімді танисыз, содан білерсіз мүмкін. Айтпақшы, Нихан әпкенің егіз емессің бе? Егізісіз, кешірерсіз. Бәсе, енді түсіндім. Бастай берсек бола ма? Болады. Бұдан артық мазаңызды алмайын. Зейнепжан, бұлай отыр. Зейнепжан, айтшы қане, осы уақытқа дейін немен айналыстың?
Айтайын, есімім Зейнеп Сөйдері, 21 жастамын. Оқиым. Театр бөліміндемін. Достарыммен бірге спектакльдерге қатысам. Қызықты рөлдерде ойнаймыз. Агенттік құруды ойластырып едік. Өзім біздің театр клубының басшысымын. Кемал мырза. Мынаны ұмытып кеттіңіз. Келді. Басқа қандай өзгеріс болды? Жоқ, мырза. Кемал, бөлмеңде Түсуден бас тарттыңдар ма? өкінішке орай тікелей эфир екен. Бұлаздай тікелей эфирде. Ашуланатын түгі де жоқ. Жай түсінбестік болған. Қайта өзіңе жақсы емес пе? Жетер. Ешкім мен үшін ненің жақсы екенін айтып, сәуегейсімесін. Нихан ханым, Тағы ханым болдым ба? неге келдің? Бер қара. Бер қара дедім. Мен саған ессіз ғашық болдым, Кемал. Өмірімнің ең бақытты сәттерін өзіңмен бірге өткіздім. Сендік болдым. Сендік болып қалмағанымды да білмейсің ғой. Нихан. Менің айтқан бірде бір сөзіме иланбадың. Бірақ мен саған өтірік айтқам жоқ. Сені тастап кеткенім рас, бірақ жүрек сезімімізді ешқашан ұмытқан емеспін. Бір сәтке де. Ал сен ұмытқан сияқтысың. Мені тастап басқаға тидің. Әмірден басқаға тиюі мүмкін емес еді. Осындайыңды қойшы. Саған әкелдім. Екеуміздің өткен өмірімізді бір жолата ұмытыпсың. Ал мен ұмытқам жоқ. Ал, не істесең де мейлі. Ұмыта салу оп-оңай екен ғой. Иә? Бұл не деген жылы лебіз? Тап қазір әйеліңізбен сөйлесіп тұр едім. Дәл уақытында хабарластыңыз. Сәлем айтыңыз, сұлу жарыма. Өзім де осы маңдамын. Сізбен сөйлесім керек еді. 5 минутта сонда болам.
Өшпенділік көзіңді көр қылыпты, Кемал. Мына істеп отырған қылығыңның неге апарып соғатынын түсінбейсің де. Сенде шатағым жоқ. Менің жоғалтатын ештеңем де жоқ. Тыңдап тұрмын. Жарайды. Кемал мырзамен сөйлесіп, қайта хабарласатынымды айтшы. Кешірші. Бұдан бұлай есікті қақпай кірмеуім керек шығар. Көш сенде асу. Телеарна хабар күтіп отыр. Барасың ба? Не деп айтайық? Бармасам болмай ма? Сағат нешеде? 8-де. Жағдайың дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс емес. Не болды саған? Нихан көз жоғлы саған не қыл дейді? Айтуға да тұрмайды. Кемал, маған сырыңды айтуыңа болады, білесің ғой. Не болса о болсын, мен әрдайым сенің жағында болам. Егер көмегім қажет болса... Бар болған оңаша қалғың келеді, асу.
Стамбулға келген соң саған керегім болмай қалды ғой. Қош келдіңіз, Әмір мырза. Асужан, Әмір мырза, не деген тосын сый? тосын сый деуге келмес. Анығын айтсам, бастығыңмен кездесуге келдім. Қайырлы күн. Кешірім өтінем. Тыныштық па? Кімнен кешірім сұрауға тиіссіз, Кемал мырза? Сізден емес. Бөлмеңіз әдем екен. Өзіңіз жасадыңыз ба? Иә. Нихан кетіп қалыпты ғой. Иә. Жаңа ғана шықты. Үлгермедіңіз. Үлгерсем, нені көрер едім? Нихан ханымды көндіре алмай-ақ қойдым. Мүмкін көмегіңіз тиер еді. Не үшін? Қабырға суреттері. Кеңсе қабырғаларына салдырмақшы едім. Бірақ қалай айтсам да көндіре алмадым. Қолым тимейді дейді. Иә, Нихан ханыммен хабарласа алмаймын. Телефоны сөндірулі. Иә, кофем қойда. Құдай қонақпын ғой, жақсылап күтпейсіз бе? Кофеңіз қандай болсын? Тілі үйретін дәмді болсын. Мұнда жоба туралы ақылдасуға келген шығарсыз деп ойлаймын. Ұсынысым туралы ойландыңыз ба? Ұсыныс емес, ақыл айту ғой. Мұнда келгелі бері бізге ақыл айтқыш боп жүрсіз, Кемал мырза. Менде құдды бір өшіңіз кеткен адам сияқтысыз. Маған тісіңізді қайрап жүргендейсіз. Сырттан қарағанда, менің кесірімнен қасірет тартқан адамға ұқсайсыз. Сіздің қандай кесіріңіз тиюі мүмкін? Қайдан білейін? Ауыл адамдар дегенді көп айта бердіңіз ғой. Мен өз есімді ғана білетін адаммын. Ойымыз бір жерден шықпаған сияқты. Соған ренжулісіз. Сізбен бетпе-бет сөйлесейін деп алдыңызға келіп отырмын. Алған бетіңізден қайтпаған соң ойланып, бір бекінге келдім. Жобамызды өзіңіз айтқандай қып жүргіземіз. Не десеңіз солай болсын. Қуанбадыңыз ба? Төбем көкке жетті. Ауыл адамдарын ренжітпейік. Есіл-дертіңіз сонда. Менің есіл-дертім сізді ренжітпеу, Кемал мырза. Жұмыс істеу үшін келген болсаңыз, жағдай жасайық. Сіз алаңдамаңыз. Қызық екен. Пікіріңіз неліктен өзгере қалды? Неге менің ағыма жығылып отырсыз?
Өйткені өзіме де қызық. Бар жағдайыңызды жасасақ, маған тіс қайрауыңызды қояр ма екенсіз? Мұнда келіп әуре болыпсыз. Келгеніме татыда. Отбасыңыз ба? Отбасым. Бірлігі жарасқан отбасы. Құдай айырмасын. Шашпа сақалма. Seçim vakti geldi. Шаш алдыратын уақыт келген сияқты. Жарайды, бауырым. Алғаш рет келуіңіз ғой деймін. Мұнда жаңадан көшіп келдіңіз бе? Жоқ, көріп қалып кіргенім ғой. Балаңызбен бірге істейсіз ғой деймін. Солай. Бұл тұңғышым Тарық. Тағы 2 балам бар. Maşallah. Жақсы екен, бәрі ұл ма? Жоқ, екіншісі сол. Кемал. Кемал. Оған да үйрететін шығарсыз. Ол оқуын бітірген. Инженер болды. Инженер болатын әке, енді бастық болды. Ал мен Шаштараздың қол баласымын. Солай, бауырым. Қараш енді. Ата кәсіпті жалғастыру жаман бекен. Бұл заманда кімге бұйырар дейсің, балам? Аған ғана бұйырған сияқты, басқа балаң басқа атасының жолын қуғандай ақ. Көрдің бе, балам? Бұларға ештеңе де жақпайды. Сема, қандай керемет жер көрсең ғой шіркін. Бұрын барған агенттіктерім бар ғой, мұның қасында түкке тұрмайды екен. Тұра тұр, саған кейін хабарласайыншы, жарай ма? Жақсы жаным, көріскенше, сау бол. Сәлем. Құттықтаймын, тіркеуге алыныпсың. Құтты болсын. Иә, рахмет. Нихаммен араласады екенсіңдер ғой. Қалай танысып жүрсіңдер, сені бұрын көрмеппін. Әрине, қайдан көресің? Нихан әпкемен баяғыда ағам... Яғни, екеуміз онша жиі кездесе бермейміз. Анда-санда ғана болмаса. Бұдан былай сені жиі көретін шығармыз. Көгілдір экраннан дегенім ғой. Көп замай. Иә, Құдай бұйырса. Асығып тұрған сияқтысың ғой. Құрбыммен кездеспекші едім. Жарайды онда. Танысқаныма қуаныштымын. Кеште болса. Мен де. Көріскенше. Озан сезейін ғой. Озан сезейін. Алло? Фатихаға. Маған Зейнептің телефон нөмірін жіберші. Я. Жақсы. Толқығанының өзі мұншалықты жарасымды болса, жайбарақат халі қандай екендеш. Қорқып жүрмесін.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Emir Mırza. Marhabat. Beş yıl burun. Тұзаққа түсіргің келеді ғой. Азғандай көмектеймін. Бір қызды жалдай салу сен үшін баланың ойны екенін білем ғой. Ол рас. Бірақ қыздарым бір түнін арнар, ары кетсе екі түнін. Бар өмірін емес. Қыздың артында іздеушісі болмасын. Жоқтаушысы дегендей. Кейін әуре болып жүргім келмейді. Қойш, Қолымнан келмейді десең айт. Басқа бір амалын қарастырайын. Аздап әуреге салар. Бірақ соңында өзіңде риза боларсың. You will be happy. сонда қанша бермекшісің? Мынау жете ме? Енді риза болдым. Сен міндетіңді атқар. Ал мен кештің соңында нүкте қоярым. Ішке апар. Вилдан ханымдар үйде ме? Иә, мырза. Теледидар бөлмесін мен айтқандай қып жабдықтаңдар. Кешкісін келгенімде дайын болсын. Жарайды. Бүгін жұмысқа бара алдың ба? Барғам жоқ. Қалай болды? Сөйлес алдың ба? Я сөйлестім. Бәрін түсінген сияқты. Солай десең, солай шығар. Дүкен аралау мүмкін емес. Бүкіл Стамбул шыққандай. Жұрт сеңдей соғылысады. Кездесіпсіңдер ғой. Барма десем де бардың. Бет жүзімізді көргісі келмесе де өзің бүйірден келіп келгесің. Бізді көргісі келмесе, іргемізде тұрып несі бар? Талай жыл үндемегенімізге рахмет айтсын. Қайткенмен көніп жүрмін. Ол менің әкемнің үйі, кез келген уақытта тартып алам. Алмай жүргенім де пиғылымның түзілуге емес пе? Шынымен ақ пиғылың түзу екен. Сен маған еркелеуге келдің бе? Ендеше сені біраз еркелетейін. Екеуміз ойнайық па?
Кел бері. Кел бері, келе ғой. Кел. Бер, маған бер, қане бере ғой. Кел. Маған бер. Бер, кел дейім. Бүгін көңілімді көтерген сен ғана болдың. Бәрекелді, көп рахмет саған. Патша балаң тағы да істейтінін істепті ғой. Сен де келсе кеттің, ләммим деген жоқсың. Менің де бұны сатып алуға шамам бар еді, бірақ біздікінің бәрі бос сөз. Бізді адам екен деп керек қылатын ешкім жоқ. Айыпқа бұйырма балам. Сен де дәл ыңғайсыз әңгіменің үстінен түстің. Ештеңе етпеші бер, ондай бола береді. Қолың дерт көрмесін. Рахмет бауырым. Оқасы жоқ, тағы да күтеміз. Кіруге бола ма? Не болды? Сені өкпелетіп алдым. Бірақ көңіліңді табуға уәде берем. Селден соң Месут келеді. Кетейік бе? Әке? Кемал балам. Кешкісін келіп кетші, шаштарызды жаппай тұрып. Сенімен сөйлесетін бір әңгіме бар. Жайма не болды? Қолың тимесе үйде сөйлесерміз. Жоқ, қолым тимегеннен емес. Таңертең телеарна туралы айтып едім ғой, соған бармақшы едім. Жарайды балам, кешкісін үйде сөйлесерміз. Жоқ әке, жоқ, түсірілімге әлі уақыт бар, қазір барам. Жарай ма? Baba, Әке? Ағам жоқ па? Бүгін ертерек бар дедім. Біраз ренжіп кетті. Тыныштық па, не болды? hayır. Тыныштық па жоқ па, оны өзің айтарсың. Ұнатпадың ба? Сендерге көмектескенім ғой. Өзінше бірдеңелер істегісі келіп еді, соған ағама демеушілік жасағаным ғой. Жарайды балам, бәрі де дұрыс қой. Бірақ жақсылық жасаймын деп, бүгін ағаңды ренжітіп алдың. Есіңде ме? Иә, Бұл не? алғашқы табыстарың. Біздің емес, ағаңның табысы. Шаштараздан тапқан алғашқы ақшасы. Маған өзің айттың ғой, ағама мұрша берші деп. Оны осы кәсіпке талай жылдан бері баулып келем. Дұрыс болсын, бұрыс болсын, істеймін деген адамға мұрша да бар, мүмкіншілік те бар. Маған өзің айтып алып, өзің ағаңа мұрша бермедің ғой, балам. Aynı fırsatı vermek. Бұның не? Соңы. Мына көріністерден не түсінгенін кім айтады? Ой, бәрің жалқаусыңдар ғой.
Қане, екінші ба. Қол көтеретіндер жоқ па? Өзім айтайын. Мына көріністер, ұлдарыңыздың кісі өлтіргенін тағы бір адам білет деген сөз. Ұлдарыңызда, үй іштеріңізді қорғау үшін, мына көріністердің әр біреуіне 5 жылдан бері ақша шығындап келем. Әбден мезетті. Мен ақша шашып жүргенде, сіздер не істеп жүрсіздер? Ештеңе. Evet Vildan. Я Вилдан ханым, айтыңызшы ғане, мына сурет нақты қай ұйымға тарту етіліп еді? Тап қазір мұны есіме түсіре алмаспын, әмір. Әрине. Өйткені тарту етілген жоқ. Өндар мырза. Аса үлкен құпия болмаса, мына жерде нақты не туралы сөйлестіңіздер? Қазір екеуіңіз де бұл Кемал деген оңбағанды қайдан танитындарыңызды жасасыздар. Әйтпесе Озанның бейне таспаларын жиып теріп, түгелін дереу полицияға берем. Балалардың біріне айтып қойсаңыздар да полицияға барам. Санақ басталды. Әмір. Ауызша бітті. Жазба жұмысы бар. Басқадан көшіргенді аямайым. Жазба жұмысы бар. Көпшік қойдың ғой. Қаласаң жатқызайын. Жарайды. Жатқызшы мені. Ей! Бәрі дұрыс па? Енді тым кеш. Бұл туралы сөйлестік қой. Қорқпа. Ештеңеден ши шықпайды. Ақшаны аламыз да кетеміз. Бұл жай ойын ғой. Шын емес. Қане. Ей, әзірге ұйықтаушы болма. Біраз ойнасақ қайтеді? Қойсаңшы, мұның не? Оғы жоқ, ақымақ ойын дейм. Ойын. Ұры мен полиция сияқты ма, мәселен? Мәселен? Ендеше қашқаның дұрыс болар. Ей! Олар қайда? Іште. Міндетімді атқардым. Марапатыңды бер. Іс біткен жоқ. Сонымен іс бітті. Әмір, өлтірдім. Әмір, өлтірдім.
Өлтірдім. Өлтірдім. Өлтірдім. Өлтірдім. Өлтірдім, әмір. Өлтірдім. Өлтірдім. Әмір. Я шын емес деп еді. Шын емес деп еді. Әмір. Әлі біткен жоқ. Өлтірдім. Әмір. Өлтірдім. Өлтірдім. Өлді ме? Өлді ме? Қорықпа дейім. Өлді ме дейім? Өлді ме? Иә, Өлтірдім. Өлтірдім. қорықпа. Отыр мұнда. Өлді. Өлтірдім. Қаншер болдым. Дәрін қайда? Өлді ме? Өлді ме? Өлтірдім. Қаншер болдым. Қаншер болдым. Енді не болмақ? Тынышталар. Бірақ бұл іс бітпей тұрып мен тынышталмаспын. Geri sayım başladı. Geri санақ басталды, дайынбыз ба, Кемал мырза? Я дайынмын. Жаным, Нихан, дереу теледидарды қос, экономика бағдарламасын көр. Қош келдіңіз. Кемал Сөйдере есімін ылғи елеулі оқиғалармен байланыстыратын болдық. Алдымен Зоңғылдақтағы кен орнындағы апатта кеңшілердің бірін қалдырмай құтқардыңыз. Небәрі бір-ақ жыл ішінде Низ Групптың Түркиядағы басшысы болып тағайындалдыңыз. Іскерлік әлемге енді қадам бассаңыз да бірден жетістікке жеттіңіз. Жарысқа жарты жолдан келіп қосылсаңыз да, Әмір Қожоғлы сияқты алпауытпен достық бәсекелеске түстіңіз. Бұл туралы не айтар едіңіз? Мен Әмір Қожоғлы емеспін. Болғым да келмейді. Әмір мырзамен серіктестігім мен үшін уақытша нәрсе. Менің жолым басқа. Рухани құндылықтарым, көздеген мақсаттарым оныкінен мүлдем басқа. Я бұл салаға енді ғана кірісіп жатырмын. Бірақ уақыты келгенде қандай деңгейге көтерілетінімді ешкім болжай алмас. Жаңа ғана Әмір Қожоғлы емеспін дедіңіз. Дегенмен, сол сияқты өр көкірек екеніңіз көзіңізден көрініп тұр. Әлде менікі қате ме? Шындап келгенде бұл сөздер өзіне тым сенімді іскер адамның сөздері емес пе? Шарт қоймақсың ба? Ағаңа мұрша бермеген өзің қой балам. кекшілді көзіңді көр қылыпты, Кемал. Сенің дәл қазір Әмірден қандай парқың бар, айтшы.
Рұқсат болса галстугымды шешсем бола ма? Әрине. Мен бұл дүниеге іскер болып келгем жоқ. Қарапайым саудагердің баласымын. Сауданы да әкемнен шама-шарқымша үйрендім. Мен кеншімін. Әріптестеріммен иық тіресіп жер астында істедім. Ол жерде бәрі тең құқылы. Мен де адам баласымын. Менің де қуаныштарым мен қайғыларым бар. Жаңа өргөкірек деп қалдыңыз ғой. Сіз сияқты мұны басқаларда байқаған болса ұят болған екен. Тым артық кетіппін. Әрине. Қателеспейдің құл болмайды, Құдай адастырмасын. Алайда жолдан адасқан болсам, бәрін қайта басынан бастай алам. Мәселен, бүгін ет жақындарымның бәрін ренжіттім. Көкірек кердім. Бірақ оңбай қателестім. Тәкаппарлықпен, өргөкіректікпен істелген соңбайды. Ондай іскерлер бар болса, оларға ұқсағым келмейді. Алаяқтар. Келе жатыр ма? Келіп қалар. Ана Жексұрын қайда? Ол да жаңа ғана эфирден шықты. Қазір көлігінде. Еникөйге бет алды. Айтпақша, эфирді түсіріп алдық. Алдымен мына шаруаны бітірейік. Сонан соң тамашалармын. Қызықтырақ болар. Бүгінгі эфирде ет жақындарыңыздан кешірім сұрадыңыз ғой. Менің де бір түрлі көңілім босады. Адам кейде өзіне өз ие бола алмай қалады екен. Сұрағаным үшін айып етпеңіз. Пайдаға асты ма? Кешірім сұраған адамдарыңыз сізді естіді ме? Үйге бұрылма, Месут. Тура тарта бер. Жақсы, мырзам. Бір адаммен кездесуім керек. Қорыққаным алдымнан шықты. Әмір Кемал туралы біліп алды. Бұл енді сыр болудан қалды. Бізді кәдімгідей тәлке кетті. Өмірімде дәл өстіп қорланып көрмеп едім. Өндер, әзірге намысыңды жия тұршы. Озан туралы тағы бір адам білет деймін. Бейне таспаны өшіріп едік қой. Сол түні көрдікті өшіріп тастағанбыз, сонда бұл қалай болғаны? Қалай болса да болды ғой. Бізді бопсалап отырған тағы біреу бар деймін саған. Қаншалықты қауіпті екенін түсінемісің? Ол қауіптірек бәлді әмірме білмеймін. Тыңда. Әмірді ауыздықтай аламыз. Оның тежегіші Нихан. Ал біздің кепілдігіміз? Шара деп отырғаның сұр жылан ғой. Сондықтан да болашағымызды әмірге сеніп тапсыра алмаймыз. Бұл тығырықтан бізді бір адам ғана құтқара алады. Жоқ, Галипке хабарласпа. Басқа малымыз бар ма? Галипжан, сенімен сөйлесейін деп едім. Ертең қайтып келесің бе? Балалар туралы.
Келді ме Троян аты? Келді, мырза. Қош келдің. Маған дәл сен сияқты адамға жетеді. Кемай? Сөйлесуіміз керек. Самалан қасар екенсің. Жоқ, саған өлердей ғашықпын. Әлі алан қасарсың. Сен кеткен соң әмірмен сөйлестім. Сол үшін келіп тұрмын. Телефон соғуыңа да болар еді. Бірақ өзің келіпсің. Жауап бермейтін шығарсың деп ойладым. Сондықтан келуді жөн көрдім. Сені қорғау үшін әмірге саған жұмыс ұсындым деп айттым. Нені қорғау үшін бе? Фирмаға не үшін келгеніңді түсіндіруім үшін. Қандай жұмыс? Кеңсенің қабырғаларына сурет салғызам дедім. Негізінде мұның табылған ақыл екен. Бұл туралы біраз ойланайын. Бірден қабағыңды тимеш енді. Ойнап айтқаным ғой. Айтқаныңа сенді ме? Онымен 5 жыл бірге тұрып жатқан сенсің ғой. Сауыт сайманымды киіп келсем ғой.
Тағы да шабуылға өттің. Әмір, мен серіктес болуға мәжбүрмін. Уақыт жан жарамды жетілдірді. Сені көрген сайын өш алғым кеп тұратын. Қатты қателесіппін. Кешірім өтінем. Сенен аулақ жүрем. Ешкімнің зиян тартпағаны дұрыс. Қош бол. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2020 жыл.